Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай екі түрлі классический пирогты бірге жасайтын болайық. Өзім заказға дайындап жүрген рецептімен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Екі жұмыртқаны ыдысқа жарып алып, үстінен қантты сеуіп, жақсылап қанты ерігенше қолымызбен шайқап аламыз. Осы классический пирогтың рецебі сан түрлісі бар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға ұнды салып алайық. Үстінен разрыхлительді қосамыз. Сары майды қосып, жақсылап тұрып қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып болғаннан кейін, осы ұнның үстіне құятын боламыз. Енді қамырды елейміз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде бөлісіп, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыз. Қамырымыз дайын болды. Екі бірдей бөлікке бөлеміз. 405 граммнан шығады. Енді салафановый пакетикке қойып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Бізге керегі 20% қаймақ, вареная сгущенка 1 банкасы. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырып алайық. Екі жұмыртқаны қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алайық. Үстінен кукурузный крахмал 1,5-2 ас қасықтай қосуға болады. Жақсылап тұрып араластырып алайық. Қамырды оқтаудың көмегімен немесе формаға салып, тегістеп аламыз. Шанышқының көмегімен түбін осылай тесіп шығамыз. Дайын болған салмамызды үстінен құйып шығайық. Әдемілеп тегістеп шығайық. Осылай сәл ұрғылап жіберсеңіз, қалып қойған ауалары шығатын болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қойып қоямыз. Арасында қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Енді екінші пирогтың салмасын жасайық. Бізге керегі қаймақ. Үстінен қантты қосатын боламыз. 1 граммдай ванилин қосайық. Жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Кукурузный крахмалды 1,5 немесе 2 ас қасықтай қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алайық. Қамырды формаға жайып шығып, осындай шанышқымен түбін тесіп алайық. Форманың диаметрі 24 см. Үстінен салмасын құяйық. Сәл ұрғылап жіберіп, ауасын шығаратын боламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қойып қоямыз. Осымен біздің пирогтарымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалынады. Дәмі зор болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді осының барлығын қазір бөліп формаға әп-әдемі ғып орналастырып шығамын. Көздің өлшемімен ортасынан дәл бөліп шығамыз.
Пирогымыздың ортасынан бөлген кезде мына іші осындай әп-әдемі болып шығады. Екінші пирогымызды дәл осылай ортасынан бөліп шығамыз. Сатылымға шығатын капсулаға орналастырып жатырмын. Енді әп-әдемі ғып қойып қояйық. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте тамаша болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа, өз ісіңізді бастауыңызға таптырмайтын керемет рецептің бірі. Дәстүрлі дастархан каналында сан түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Видеода көрсетіп тұрғандай пирог өте нәзік болып шығады. Дәл балмұздақтай тәріздес. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Осындай керемет пайдалы видеолармен бөлісіп отырыңыздар. Туған туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте дәмді пирогты бірге жасайық. Осы пирогтың қамыры әртүрлі пирогтарға келе береді. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. 2 жұмыртқаны қантпен жақсылап араластырып алайық, қанты ерігенше. Ыдысымызға ұнды салып, разрыхлительді салып, сары майды салып, жақсылап тұрып қолымызбен ұсақтатып шығамыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Жұмыртқа мен қантты араластырған сұйықтықты ұнға қосып жақсылап тұрып қамыр елейтін боламыз. Осы қамыр әртүрлі пирогтарға келе береді. Салмасын ауыстырып, пирог пісіре берсеңіз болады. Өте жақсы осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Енді оны салфановый пакетикке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Содан кейін қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жайып, осылай формаға теп-тегіс қылып орналастырып шығамыз. Форманың диаметрі 24 сантиметр. Содан кейін шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Енді өзім өрікті жақсылап жуып, осылай сәл бөліктерге бөліп шығамыз. Майда төртбұрышты қылсаңыз болады. Ал сізге тәтті пирогтар ұнай ма? Соны комментария бөлімінде жазып қалдырсаңыз болады. Өзіме қатты ұнайды, тәтті құмар жанның бірімін. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай бөлшектеп, төртбұрышты ғып, майда ғып турап шықтым. Енді грек жаңғағын ұсақтайтын боламын. Осының барлығын қазір пирогтың үстіне салып, үстінен сапалы сгущенка құйсаңыз, пирогыңыз өте дәмді, өте әдемі болып шығады.
Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30-35 минутқа қойып қоямыз. Арасында қарап отырыңыздар, пирогыңыз күйіп кетпесін. Міне осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сәл суысын, содан кейін формаға салатын боламын. Осы пирогты заказға пісіргенмін. Енді осы формаға 24 диаметрлікке салатын боламын. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналды қолдауды ұмытпаңыз. Лайк, комментария басып отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Сізге видео ұнаса бөлісуді ұмытпаңыз. Туған туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте дәмді әрі пайдалы салатты бірге жасайық. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең біріншіден алманың жұмсақ жерін кесіп алайық. Ұзынша ғып турап шығамыз, соломинка қылып. Ал сіздерге осындай салаттар ұнай ма? Комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Осындай салаттарды күнделікті пайдаланып жеп тұруыңызға кеңес беремін. Адам организміне өте пайдалы болып келеді. Ыдысымызға салып алайық. Содан кейін грек жаңғағын майдалап турайтын боламыз. Барлығын бір ыдысқа жинастырамыз. Енді бізге піскен қызылша қажет болады. Үлкен өткіштен өткізіп алайық. Сәл тұз қоссаңыз болады. Қаймақ, йогурт қоссаңыз өте дәмді болып келеді. Майонезді қоссаңыз уксустың дәмі шығып тұрады. 1-2 күннен кейін дәмі жақсарып кетеді. Барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға салып алайық. Осымен біздің өте пайдалы, дәмі ерекше болатын салат дайын болды. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Үстінен ұсақталған грек жаңғағын сеуіп шықтым. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналын дамытайық бірге. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше сау болыңыздар. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте дәмді тісбасарды бірге жасайық. Пицца тәріздес өте тәтті әрі оңай жасалынады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Шұжықты алып, үлкен өткіштен өткізіп алайық. Өзіңізге ұнаған шұжықты алсаңыз болады. Содан кейін өткіштен сырымызды өткізіп аламыз. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыдысымызға салып алайық. Содан кейін тұзды байқап себіңіз. Шұжық, лаваштарыңыз тұзды болса, салмай-ақ қойсаңыз болады. 2 ас қасықтай майонезді салып, жақсылап араластырып алайық. Көп майонездің қажеті жоқ.
Енді бізге лаваш қажет болады. Барлығын лаваштың үстіне жайып шығамыз. Осындай мини пиццаны жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде жазып пікірлеріңізді айтыңыз. Сізге ұнады ма, қалай болып шыққанын? Ал енді домалатқызатын боламыз. Жұмыртқаларды жарып, үстінен сәл тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қазір осыған барлығын батырып шығамыз. Домалақ бөліктерге бөлетін боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге қатты ұнайтынына сенемін. Сізге осындай видеолар ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осындай керемет видеоларды достарыңызға, туыс-туғандарыңызға жіберіп отырыңыздар. Табамызға сұйық майды құйып, жұмыртқаның ішіне матырып алайық. Орташа отта қуыратын боламыз. 3-5 минут жеткілікті. Аударайық. Екінші жақ бетін қуырамыз. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Біздің өте дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жанұяңызды таңғалдырыңыз. Таңғы асқа, тіс басарға таптырмайтын тағамның бірі. Менің каналымда сіздер тағамдардың түр-түрін таба аласыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналды бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте пайдалы әрі дәмді салатты бірге жасайық. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Небәрі 3-ақ заттан тұратын салатты сіздер де жасап көріңіздер. Асқазан, ішек жолдарына нағыз керекті салаттың бірі. Ағзадағы қанды тазартады. Қызылшаны күнде пайдаланып жеп отырыңыздар. Және де бұл салат иммунитетті жақсартады. Бізге 2 орташа көлемдегі қызылша қажет болады. Үлкен өткіштен өткізіп алайық. Ал сіздер күнделікті қызылшаны қолданасыз ба? Соны комментария бөлімінде жазып қалдырсаңыз болады.
Содан кейін бізге 1-2 тіс сарымсақ қажет болады. Кішкентай өткіштен өткізіп, немесе чеснокодавкадан қысып алсаңыз болады. 1-2 ас қасық майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алайық. Осымен біздің дәмді өте пайдалы салатымыз дайын болды. Осыны күнделікті жасап, жеп тұруыңызға болады. Денсаулыққа пайдасы өте зор болып келеді. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналын бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше, міндетті түрде біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осындай керемет өте пайдалы салатты жасап көрсін. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын смузиді бірге жасайық. Кешкі ас ішпей, осы смузиді ішіп, жазға қарай азуды армандап жүрген адамдарға нағыз таптырмайтын сусын. Жасалуы ең оңай. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бізге керегі лимонның жартысы. Сыртын ашып алып тастаймыз. Сосын бөліктерге бөліп, измельчительге салып шығамыз. 2 кивидің сыртын ашып, бөліктерге бөліп, измельчительге саламыз. Қазақ тіліндегі арнаны қолдауды ұмытпаңыз. YouTube каналда дамытайық бірге. Үстінен суды құямыз. Осымен біздің смузиіміз дайын болды. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Осындай өте пайдалы смузиді ішіп, артық салмақтан арылуға керемет таптырмайтын сусын. Осы видео сізге ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Достарыңызға, туған-туыстарыңызға керемет видеомен бөлісіп қойыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Көптеген тамаша видеоларды көре аласыздар. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ерекше тәсілмен жасалатын гуляшты бірге жасайтын боламыз. Әжем кезінде осыны жасағанда таң қалып қарап тұратынмын. Өте оңай әрі тез жасалынады. Дәмі зор болып келеді, сорпасы қою болып келеді. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бізге керегі ет. Етті төртпіштеп турап шығайық. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сіз дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментарияға жазып, пікірлеріңізді айтып отырыңыз. Табамызға сұйық майды құяйық. Содан кейін етімізді салып қуыратын боламыз. Жақсылап тұрып араластырайық. Ет кемінде 1 сағат, 1,5 сағат пісіру қажет. Өзім етті ұсақтап тураймын да 30 минуттай пісірем. Содан кейін қоспаларды қосам. Рожки, күріш, гречка сондайларды қосқан кезде 30 минуттай піседі. Сонымен 1 сағат болады. Етіміз сонда әбден пісіп шығады.
Енді бөлек ыдысқа гарнир жасайтын боламыз. Сұйық майды құйып, жақсылап жуылған күрішті салып, араластырып қуырып алайық. Тұзды себуді ұмытпаңыз. Бір 5 минуттай қуырайық. Үстінен қайнаған суды құйып, 20 минуттай қайнатып аламыз. Біздің отымыз орташа отта болу қажет. Қапақты үстінен жауып, астын өшіреміз сосын. Енді етіміз әбден қуырып алғаннан кейін биязымызды қосатын боламыз. Үстінен томат пастасын 2 ас қасықтай қосып, жақсылап қуырайық. Бала кезімде әжем осы ұнды алып, содан кейін сәл суды қосып, жақсылап тұрып, араластырып, қою масса жасаған. Әбден жақсылап араластырып болғаннан кейін, осы қою массамызды етімізге құятын боламыз. Сонда сорпамыз өте дәмді, қою болып шығады. Енді дайын піскен етімізге қосатын боламыз. Осы кезде тұзыңызды, сүйікті специяларыңызды қоссаңыз болады. Жақсылап тұрып араластырып алайық. Менде ет тұзды болған соң тұзды қоспадым. Үстінен тағы да қайнаған суды құямыз. Біздің өте тамаша тағамымыз дайын болды. Дәмі зор боп келеді, тез әрі оңай жасалынады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше қазақ каналды қолдауды ұмытпаңыз. Ассалам алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте дәмді тісбасарды бірге жасайық. Пицца тәріздес, өте тәтті әрі оңай жасалынады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Шұжықты алып, үлкен өткіштен өткізіп алайық. Өзіңізге ұнаған шұжықты алсаңыз болады. Содан кейін өткіштен сырымызды өткізіп аламыз. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыдысымызға салып алайық. Содан кейін тұзды байқап себіңіз. Шұжық, лаваштарыңыз тұзды болса, салмай-ақ қойсаңыз болады. 2 ас қасықтай майонезді салып, жақсылап араластырып алайық. Көп майонездің қажеті жоқ. Енді бізге лаваш қажет болады. Барлығын лаваштың үстіне жайып шығамыз. Осындай мини пиццаны жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде жазып пікірлеріңізді айтыңыз.
Сізге ұнады ма, қалай болып шыққанын? Ал енді домалатқызатын боламыз. Жұмыртқаларды жарып, үстінен сәл тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қазір осыған барлығын батырып шығамыз. Домалақ бөліктерге бөлетін боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге қатты ұнайтынына сенемін. Сізге осындай видеолар ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осындай керемет видеоларды достарыңызға, туыс-туғандарыңызға жіберіп отырыңыздар. Табамызға сұйық майды құйып, жұмыртқаның ішіне матырып алайық. Орташа отта қуыратын боламыз. 3-5 минут жеткілікті. Аударайық. Екінші жақ бетін қуырамыз. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Біздің өте дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жанұяңызды таңғалдырыңыз. Таңғы асқа тіс басарға таптырмайтын тағамның бірі. Менің каналымда сіздер тағамдардың түр-түрін таба аласыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналды бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін талқаннан жент жасайтын боламыз. Ораза айында таптырмайтын десерттің бірі. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бізге керек заттар: талқан, сары май, қант ұнтағы немесе қант алуға болады. Сосын сгущенка қажет болады. Ыдысымызға тарыны салып алайық. 300-350-400 грамм жеткілікті. Қант ұнтағын себеміз. Сгущенканы қосып, сары майды ерітіп құятын боламыз. Көп жерлерде жентке қантты қосады. Негізі қанттың орнына қант ұнтағын қоссаңыздар, керемет дәмі болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қайсы жақсы, қант па, қант ұнтағы ма? Көп жерлерде печеньяны қосады, молочный, топленый печенье қосады. Сіздер ондайды қосасыздар ма? Бал қосады, сгущенка, үзім, өрік. Осындай қоспалармен жентті жақсы көресіздер ма? Сонымен бөлісіп, комментария бөлімінде жазып қалдырсаңыз болады.
Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Арасында қолымызбен тексеріп аламыз. Мұны осындай әп-әдемі текстурада болуы қажет. Енді ыдыстарымызға салып, осындай формаларды шығаратын боламыз. Содан кейін қолымызбен құрттың формасындай қылдырып келтіріп аламыз. Бұл жерде мен тағы сгущенка қосып жатырмын. Сәл тәттірек болсын деп. Қолымызбен қаттырақ қысып форма келтіретін боламыз. Джент біраз уақыттан кейін өз бойына бәрін сіміріп алғаннан кейін әп-әдемі текстурада шығатын болады. Джент қазақтың ұлттық тағамының бірі. Джентті жеген адам күні бойы тоқ, сергек болып жүреді. Осымен біздің джентіміз дайын болды. Тез әрі оңай. Міндетті түрде сізде жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Міне осылай өте әдемі джент дайын болды. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ тіліндегі каналымызды дамытайық бірге. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.
Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет
булочки раушан тәріздес жасайық бірге. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. 150 мл жылы су, 150 мл жылы сүт, сары май ерітілген, 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, тұз, ашытқы, сұйық май қосып бәрін араластырамыз. Содан кейін ұнды електен өткізіп, қосып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Сәл сұйық майдың көмегімен қамырды осылай жинастырамыз. Қыздар, тағамды жасағанда керемет көңіл күйлерімізбен жасайық. Сонда тағамның дәмі өте дәмді болып шығады. Әрдайым көңіл күйлеріңіз тамаша болып жүрсін. Күлімдеп, шуақты құлпырып жүріңіздер. Енді қамырды 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Осылай пакетикпен жауып, үстінен жылы орамалмен жабамыз. Қамырымыз демалып болды, осылайынан көтеріліп, әп-әдемі болып шығады. Онды сүйіп, қамырды қойып, енді оны 9 бөлікке бөлетін боламыз. Енді қамырымызды жақсылап домалатып, дайындап қояйық. 10 минуттай тұруы қажет. Енді қамырды осылайынан ұн сеуіп, жайып шығып, бөліктерге бөліп, жинастыратын боламыз. Жасалу жолы ең оңай, қарапайым, әп-әдемі раушан тәріздес болып шығады. Міндетті түрде жасауыңызға кеңес беремін. Өте әдемі болып шығады. Мына дайын болды. Енді үстінен жауып, тағы бір 10 минуттай сәл көтерілгенше тұра тұрсын. Содан кейін жұмыртқаның сарысын үстінен жағып шығамыз.
Бұл жерде мен ақ кунжутпен макты сеуіп шықтым. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа қоямыз. Қыздар, духовкаларымыз әр түрлі болғандықтан, сіз өз духовкаңыздың қызуына қарап қойыңыз. Осылайынан өте әдемі болып пісіп шығады. Ал енді осындай керемет еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Ал енді осындай тамаша, раушан тәріздес булочкалармен қонақтарыңызды күтіп алсаңыз, дастарханыңыздың өте керемет сәнін келтіріп беретіні сөзсіз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатыңыз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше, қазақ каналын бірге дамытайық.